Қайда жолдырдыңдар қыздар? Бізде жұмысың болмасын. Қайда сығып бара жатсыңдар? Ешқайда, жолымнан қаш. Біреу қуып келе жатыр ма? Не шаруаң бар? Қаш жолдан. Қыздар, қайт. Сен кімсің? Ағасың. Қандай ағасы? Ұрлап кеткен ағасы. Қай жаққа апарасың орда? Не шаруаң бар орда? Қыздар, кеттік үйге. Мен сені танымаймын. Сен ешқайда да бармаймыз. Жігіттер, қыздар, бендер айтсам шаруа болса шоу. Қандай болады енді? Көреміз, осы істерің үшін әлі өкінесіңдер. Ай. Қатты өкініп кетті қой. Ай, қаш. Айдей бір қорғашы деген. Че там? Рахмет сендерге. Қорқпайсыңдар ма, шап салайық па? Жарайды. Жүріңдер. Анадам, біздің подругаларымызды ұрлап кеткен адам ұқсайды. Қойшы, сол ма? Оның қасына бір тағы да адам болған еді ғой. Білмеймін, екіншісі қайда екен, бірақ анадам точно сол адам ұқсайды. Мына жерде жүргеніне қарағанда біздің қыздар осы жерде сияқты ғой. Барып көреміз ба? Барып көрейік, жүріңдер. Olsun Digi, өткен күн түнде ше. Сендер кеткен соң, өзім түн жарымда кетіп барадым. Алдымнан бір адам шығады ғой. Сөйтіп маған келеді. Приправа бар ма дейді ғой. Сөйтіп мен қандай приправа десем, тамаққа қосатын приправа дейді. Сөйтіп қуасың ба сен десем, маған тауып бер дейді ғой. Пок бір ұйықтатып қалсың ғой. Сосын фонарикті бетіне жағып көрсем, сыныптағы Мадина ғой. Қуасың ба? Сонда қыз бен баланы ажыратамай тұрсың ба не? Білесің, оның өзі дауысы грубый екен, еркек сияқты сол. Грубый болғанда дауысын әти істеген ғой, мен мазақтап қорқытып көрмекші болған ғой. В общем, бір приправа алам деп бір удар алып кетті десе я. Не істеп жатсыңдар? Сол отқамыз. Біраз болып ұмытқандар ма? 2 күн болып қалды, братан. Біраз отырып қапсыңдар ғой. Осым жігіттер, әміне былай. Біздің астаға 2 қыз жоғалып кетті. Соны көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, братан, көрген жоқпыз. Егер де көріп, естіп жатсыңдар, бір хабарын бересіңдер ғой. Болды. Егер де уақыттарың болып жатса, ләж болса іздесіп жүрсеңдер, вообще жоқ өтеді. Болды, братан, кеп болды.
Таптыңдар ма? Қай жерден таптыңдар? Түсінікті. Енді оларды дұрыстап, мықтылап қамап қойыңдар. Егер қашып кететін болса, өздерінің бастарымен жауап бересіңдер, түсіндіңдер ма? Так что, дұрыстап, мықтылап құлттап қойыңдар сыртынан. Жақсы, давай. Мен агент 007 уайымдама, мистер Қара. Айбай бұлтан кешір. Айтсаң, агент десем. Егер де сені дәлесін тұғырға тіреліп, аузың скотчта қолын байлаулы тұрса, маған хабарлас. Қалай болды? Күшті болған қате, сен агенттің жаталап алдың ғой сенден. Ой, не yoqda агент болсам сен тартам ғой. Ой, сен тартам деген жерге мес болып кететін болдың ғой. Ой, сен агентсің, қойыңдаршын, қарасыңдаршын. Айбай, мен отырсыңдар сен. Мен күшті ойнаған ғой. Еще маникюрщик. Сен маникюр істегенсің, агенттіктерін кім айтса маникюр істейді? Сол ғой? Қойшы, немене бәле? Кім көрейкісің оны? Еще сендер на операторға ақша төлеп жатсыңдар ма? Я. Мен сестеронка ма? Бұл маған ақшасын бермейді ғой одан кейін. Дұрыс қой, енді блогер болған кейін бермейді ғой. Соны айтам. По-любому, нечестно вообще это. Ақшанды білмеймін, саған керек агент болу емес па? Бізге тағы қандай тапсырма бересіздер? Дәлелмен кеше екі қыз жоғалды. Және біреуінің аты Ақбілек, біреуінің аты Гүлзия. Және біз соларды іздеу керекпіз. Кеше бізге екі қызды жоғалғанда тапсырма келді. Сендердің жұмыстарын, оны кім ұрлады, соны табуларың керек. Менің білуімше, екі қызды бір адам ұрлай алмайды. Және оның қасында бір-екі адам болған. Ол адамды біз Айшуақ деп отырмыз. Оның қасында көптеген адамдар болған, екі қызды ұрлап кетті. Айшуақ мырзаға бір кісі емес, неше түрлі адамдар көмектесуі мүмкін. Ол мықты кісі, абайлаңдар. Айшуақ жайлы естуім көп, ол ондай адам емес. Айшуақ сағат 18:00-де жұмысынан шығады, және сіздер соны анықтап, анық-қанығын білсеңіздер. Жарайды, біз бұл тапсырманы орындаймыз. Осыдар.